Қараңыз, мына кадрларда сотталушылар күліп шығып келеді. Осы аптада Шерзат Болат өлімі бойынша іс осы жағдайдан басталды. Айыпталушы тарап өкілдері бұл видеоны түсіргендерге шүйліккен, алайда видеоны адвокаттың мобилографы түсірмеген болып шықты. Шерзат Болат өлімі бойынша өтіп жатқан сотта осы аптада куәлерден жауап алуды аяқтап, сотталушыларға кірісті. Мәселен, сотталушы Дархан Әскентайдан жауап алынды. Онлайн өтіп жатқан сот барысында эфирде оның түрі де көрсетіліп қалды. Алайда судья осыған дейін сотталушыларды көрсетпеуді сұраған еді. Бұл түйіннің логикасын біз де түсінбедік. Дархан Әскентай Шерзаттың оны кастетпен ұрғанын мәлімдеді. Прокурор айыпталушыдан неге сотқа дейінгі жауаптарында Шерзат Болаттың қолында кастет болғанын айтпағанын сұрады. Айыпталушы оған қысым көрсетілгенін мәлімдеді. Әскентайдың айтуынша, былтырғы 3 қазанның кешінде ол қамажай дүкенінен сыра сатып алып, телефонын қуаттауға қалдырып, сыртқа шыққан. Артынан Шерзат Болат ерген. Ол Әскентай әкесіне тіл тигізді деп ойлаған. Айыпталушының айтуынша, ол Шерзатқа ешқандай қақтығыс болмағанын түсіндіруге тырысқан, бірақ Шерзат оны ұрып жіберген. Әскентайдың сөзінше, сол кезде Шерзаттың қолында кастет болғанмыз. Бір қызығы, Әскентай кастет туралы тек 10 рет жауап алынғаннан кейін сотта есіне түсіріп отыр. Дәл осы сәтте айыпталушылардан жауап алу басталған соң, олардың адвокаттары прокурор Дана Сәрсенбайға қарсылық білдірді. Оны істен шеттетуді сұрады. Олардың айтуынша, прокурор эмоцияға ерік беріп, фактілерді бұрмалап, қысым көрсетіп, дауысын көтерген. Алайда судья Ержан Жанұзақов прокурорға сенімсіздік білдіру туралы өтінішті қанағаттандырудан бас тартты. Ал одан кейін дүкеннің бақылау камерасындағы бейнежазбалар қаралды. Онда қақтығыс қалай басталғанын көрдік. Айта кетсек, Талдықорғанда өтіп жатқан сотта 9 адам айыпталып жатыр. Олардың бірі кәмелетке толмаған. Келесі сот отырысы 15 мамырға сағат 10:00-ге белгіленіп отыр. Бізге жазылып қойыңыз. Шерзаттың сотын қарап отырмын да күнде. Ойлаймын, неге сол жерде айтпайды екен, жалпы шок жағдайдың түрлері және ол қай уақытта адам қандай болатын. Ана жерде қарасаң, әкең ауыскен, қызы да, еркегі де бәрі шок жағдайда жүрген да, далбасалап ана жақта. Кім не істеп не қойған білмейді екен. Бірақ ана жерде папанятем жүрген жігіттер да бәрі андай мұсапыр екен да, бүйтіп деп құлай салатын, уайымдай салатын, қорқып қашып кететін, бәрі несчастный болып ана жерде. Ой, сорлылар ай, ой, нервым ұстайды бар ғой. Неге ана жерде бір тек қана прокурор қызбен жаңағы басты адвокат очки таққан еркісі солар ғана бүйтіп дұрыс сұрақ қояды да, точечно. Шок жағдай не екен жалпы? Мен өз басында өмірімде бір рет сондай неде болдым, аварияға түскен кезде. Шок жағдай деген өз басым, әрине мен ешкімді не қылмаймын, бірақ шоковое состояние деген мен сөйлей алмай қалдым. Біраз уақытқа дейін үндемей қалдым, бірақ бүкіл детальдарды бәрін түсініп отырмын. Ана жерде құладық, аварияда аударылдық машинамен. Сосын түстік, ана кісі жоқ, мына кісі жоқ, ана кісі сотрясение алып, өлең айтып билеп жүр. Ана жерде анау аңырсып жылап жатыр. Мен мына жағым бәрі сынып кеткен. Ештеңе көтере алмаймын, тұра алмаймын, шыға алмаймын. Мен ана жерден кісілер тартып шығарып алды терезеден, мысалға, аварияда түскен жерімнен. Шок жағдайда мен білем, ертең мен сол күні Таразға кетуім керек болатын, себебі папаға операция жасайын деп жатқан. Біз отбасыңызбен келісіп, папаның қасында бірінші мен отыруым керек болды. Мен сол ойымда тұр. Мына жер сынғанында, бетім тілініп кеткенде шаруам жоқ. Папаның қасына кім барады, папаға неде операциядан шыққаннан кейін кім отырады қасында деп, мен соны ойымдадым. Шок жағдай деген сондай болады меніңше. Адам мүмкін артық ештеңе айтпайтын шығар, бірақ қорқыныш, үрей деген біраз жылдарға дейін қазір айтып отырмын, қайтадан эмоцияға беріліп отырмын да. Шок жағдай деген мүмкін сондай болады. Бірақ ана жерде есеңгіріп, не істеп не қойған білмей қалу деген меніңше дұрыс нәрсе емес. Сосын байқадыңыздар ма, бәрінің жоғарғы білімі жоқ, өңшең орта білімді қыздар мен жігіттер. Балаларыңызға дұрыс тәрбие беріңіздер. До конца оқытып, бастарын сұғып, спортқа бастарын сұғып, тек қана кітап оқысын. Жүрмесін сандалақтап, былай түн жарымда.
Ананы көресің де жүрегім ауырады прям. Не могу успокоиться до сих пор. Бәрі жақсылықпен бітсін енді, аман есен. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. 7 майларың. Ассалаумағалейкум. Қайырлы түн. Ағайын, амансыздар ма? Я, сәлемдіктің салты ғой, амандық деген. Бірақ тәнім заман болғанмен ешқайсының жанында жарасыз қазақпын деген қазақтардың жанында жара бар екенін білем, сезем. Тек мәңгүрттер емес, шын қазақтар. Мынау кешіріңдер аталар деген өлең жолдарын тыңдап отырып, тура қазіргі жағдайды суреттеген екен. Көзге жас келіп, еңкілдеп бір жылап алдық. Осыншалықты дәрменсіздігімізге, осыншалықты әрекетсіздігімізге, ауызбірлігіміздің қалмағандығына, тек қарының қамын ойлап, елдің ертеңін ұрпақтың алдындағы жауапкершілікті ұмытқанымызға жылап алдым. Мынау патриоттық дейді ғой, ұлтжандылық. Осы ұлтжанды болудың өзіне ябатын сияқты біздің. Мен көп ойлап осы кейінгі кездерде бүйтіп қарасаң, ұлтжанды болуға ябатын сияқты. Өзінің ұлтын сүюді, шынайы өзі көрсете білу бір ұят сияқты да біздің қазаққа қазір. Бұл деген нені білдіреді? Бұл біздің рухымыз түсіп, тексізденіп бара жатқанымыз деп ойлаймын. Өзінің ұлтын сүймеу, өзінің тілін құрметтемеу, өзінің отанына жан тебіреніп, толғанып, ойланбау, осының бәрі әкеліп, тексіздік әкеліп соғады. Жоқ, кеудесінен жанын шығарда хайуанда бір-екі аяғын серпиді ғой. Сондықтан менің үмітім бар. Осы қазақ ұлты оянып, өзінің теңдігін алып, өзінің мәртебесіне жетеді деген үмітім бар. Сондықтан ояныңдар, қазақтар, ұйықтамаңдар. Біздің бүлдіршіндеріміздің болашағы біздің қазіргі әрекетімізге байланысты. Ояныңдар, көздеріңді ашыңдар. Тілің тапталып, жерің тоналып, сенің ұлтыңды ешкім құрметтеп қадірлемей отқанда сен өзің қадірлетуге тиіссің. Сондықтан әрқайсың оянуға міндеттісің. Сатқынсыңдар, оянбайтындар, сатқын. Ұрпағыңа атаның үмітін, ұрпақтың болашағын, өзінің ұлтының теңдігін сатқын боласыңдар. Тып-тыныш жата бергендер. Құдай жанды алады, өзі берген жанды өзі. Бірақ кім болып өлуің маңызды. Оны ешкім ала алмайды, Алла рұқсат бермейінше. Бастарыңды көтеріңдер.